Ниет шынайы болмаса. Ниет шынайы болмаса, дүниені құтқарсаң да оның жазасын аласың. Себебі Алла тағала ешбір істі есепсіз жібермейді. Бұған пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мына хадисі дәлел. Қиямет күнінде алғаш шақырылатындар, Құранды толық жаттаған қари, Алла жолында шейіт болған адам және көп дүние мүлікке ие болған дәулетті кісі. Алла тағала әуелі Құран жаттаған қариден: мен саған пайғамбарыма түсірілген Құранды үйреттім бе деп сұрайды. Ол: я Раббым деп жауап береді. Алла тағала: білгендеріңмен қалай амал жасадың деп қайта сұрайды. Әлгі адам: мен оны күндіз түні оқыдым дейді. Алла оған: жалған айттың деген кезде періштелер де қостап өтірік айтасың дейді. Алла тағала оған: сен пәленше Құран оқиды деп айтсын деген ниетпен оқыдың және солай болды да дейді. Содан кейін Алла жолында мерт болған адам сұраққа тартылады. Алла одан да: кім үшін шейіт болдың деп сұрайды. Ол: сенің жолыңда жихад жасадым. Мен қасық қаным қалғанша, кеудемнен жаным шыққанша аянбай соғыстым дейді. Алла тағала оған: өтірік айтасың дейді. Періштелер де өтірік айтасың деп қосылады. Алла тағала оған: сен пәленше батыр екендесін деп іштей мақтау марапат күттің және дегеніңе жеттің, солай айтылды да дейді. Содан кейін сұраққа дүние мүлкі көп бай адам әкелінеді. Алла: мен саған көп дәулет бермедім бе деп сұрайды. Тіпті көп бергенім соншалық ешкімге күнің түсіп көрген емес дейді. Әлгі бай адам: я солай Раббым дейді. Алла тағала одан да: саған берілген мүмкіндіктермен не істедің деп сұрайды. Әлгі бай адам: туысты қарым қатынасымды үзбедім, садақа бердім деген кезде Алла тағала: жоқ, сен пәленше жомарт екен деп айту үшін бердің, солай болды да дейді. Осыларды айтып болған соң ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сахаба Әбу Хурайраның тізесінен түртіп: уа Әбу Хурайра, осы 3 адам қиямет күнінде жаһаннам отын лаулататын Алланың мақұлығы болады дейді. Сахаба Шуфай, Алла оған разы болсын, былай дейді: Әбу Хурайрадан алған бұл хадисті Мұғауияға жеткіздім. Мұғауия мұны естігенде: мұндай адамдардың өзі осындай халге ұшыраса, басқалардың жағдайы не болмақ деп иығы селкілдеп жылай бастады. Сосын өз-өзіне келіп көз жасын сүртіп: Алла тағала және оның пайғамбары дұрыс айтты деп, кім дүние тіршілігі мен оның зейнетін қаласа, дүниеде олардың еңбектерін толық береміз. Сондай-ақ олар онда кемшілікке ұшыратылмайды. Есесіне ақыретте оларға тозақ отынан басқа еш нәрсе жоқ. Дүниеде жасағандары жойылып кетті. Онсыз да олардың жасағандары бекершілік деген Худ сүресінің 14-15 аяттарын оқып береді. Негізінде дінімізде дүниелік істерді талап етуге тыйым салынбаған, бірақ дінді дүниелік мақсатта қолдануға болмайды. Табиғин өкілінің атақты ғалымы Суфьян әс-Сәури, Алла оның рақымына алсын, былай дейді. Алла оны рақымына алсын, былай дейді: бір күні Фудайлға бардым. Ол екеуміз қасиетті Құран аяттар мен хадистерді оқыдық, мысалдар келтірдік, ғибратты оқиғаларды айтып бірге әңгімелестік. Сосын мен оған: бүгінгі кешкі отырысымыз берекелі болды. Жеке дара отырғаннан гөрі сұхбат құрып бірге отырғанымыз қандай керемет болды дедім. Сонда Фудайыл: бүгінгі түніміз де, кешкілік жасаған сұхбатымыз да жарамады. Ең жаман мезгіл болды деді. Неге олай дедіңіз дебім? Ол: өйткені сен сұхбат барысында менің көңілімнен шығу үшін, яғни мені разы ету үшін барыңды салдың. Мені риза ететін тағы да не айтсам екен деп отырдың. Сол секілді мен де сенің көңіліңнен қалай шықсам екен, сені қалай разы етсем екен деген жауаптарды іздестіріп отырдым. Екеуміз де бір-біріміздің сөздерімізге тәнті болып, жаратушы Алла тағаланы разы етуді ұмыт қалдырдық.
Сондықтан жалғыз отырып Алла тағаланы дәріптегеніміз әлде қайда жақсы ет деп жауап берген екен. 4-ші ғасырда өмір сүрген Әбу Бәкір Шибили деген бір тақуа кісі болатын. Имам Шибилиге бағдаттық наубайшы оның білімдарлығы мен тақуалығына тәнті болып өмірінде бір рет көруге қатты ынтық болады. Солай бола тұра жұмысын тастап кете алмайды. Имам Шибили жайында сөз бола қалса, шіркін сол кісіні бір рет көрсем ғой деп армандайды екен әлгі наубайшы. Бір күні наубайшының алдына киімі жұпыны ақсақалды қарт келеді. Қарт, Алла разылығы үшін жартынан беріңізші деп сұрайды. Наубайшы ашуланып, аулақ жүр. Сендерден әбден шаршадық қой. Алла разылығы дегенді үйреніп алғансыңдар, қайта-қайта мазалап деп қуып жібереді. Қолын жайып келген ақсақал ләм-мим деместен теріс айналып өз жөнімен кетеді. Бұны көрген ел наубайшыны сөгіп, сен не істедің? Бұл ақсақалды қария сен тәнті болып жүрген имам Шибили ғой. Мұны ескі құсқы киген адам ба? Иә. Аңтарылған наубайшы Шибилидің артынан тұра жүгіріп қуып жете етегіне жармасып, мені кешіріңізші деп жалынады. Алла разылығы үшін жартынан бөліп бере алмаған наубайшыға дәріс болсын деп имам Шибили оған мынандай ұсыныс жасайды. Бағдат алаңында 100 алтыныңды қиып, халыққа тамақ таратсаң кешірейін дейді. Қып болады. Сіз үшін 100 алтын сөз болып па? Деп келесілген жерде халыққа ас береді. Жұрт тегіс келеді. Тамақ жеп болған соң ел Шибилиден үгіт насихат етуін күтеді. Адамдардың бірі: жиналған халық жәннат пен тозақ жайлы насихат айтуыңызды сұрайды. Осы жайында уағыз айтсаңыз деп өтінеді. Сонда имам Шибили былай дейді: жәннаттықтардың кім екенін білмеймін. Әйтсе де тозақтықтардың кім екенін сұрасаңдар айтайын. Жиналғандар бір-біріне қарап жамағат келіскен сыңай танытады. Олай болса тозақтықтардың кім екенін айтыңыз десті. Тозақтық адам көргілеріңіз келсе, сіздерге тамақ берген мына наубайшыға қараңыздар дейді. Айнала тып-тыныш, бәрі аң-таң. Сонда Шибили жағдайды былай түсіндіреді. Мына наубайшы Алла разылығы үшін жартынан бермеді, бірақ Шибили үшін 100 алтындық ас беруден тайынбады дейді. Жамағат үнсіз терең ойға батқан күйі: имам Шибили бізге ұмытылмас сабақ берді. Бәріміз бұдан ғибрат алуымыз керек деп сыбырлап қоя берді. Ниеттің орны да, уақыты да маңызды. Ниет қажетті шарт. Амалдар ниет болғанда ғана шариғи тұрғыда есепке алынады. Соған орай сауабы болады. Мысалы, намаз, қажылық, ораза сынды арнайы құлшылықтарға ниет ету сол құлшылықтың шарттарына жатады. Сондықтан ниет болмаса, құлшылық дұрыс деп есептелмейді. Ниеттің уақыты құлшылықтың алдында айтылады. Мәселен, намазға жалпы ниет ету жеткіліксіз. Адам қай намазды оқитынын бесін бе әлде екінті ме? Нақтылап алу керек. Сол секілді ниет етпей ұстаған ораза арнайы мақсат етіліп ұсталған ораза құлшылығына жатпайды. Жай бір әдетке айналған амал болып табылады. Сол үшін әрбір құлшылыққа арнайы ниет етілуі тиіс. Ниеттің орны жүрек, ниеттің пайдасы. Мұсылман баласы әрбір ісінің ниетіне қарай сауабын алады. Егер бір кісі ізгі іс істемекке ниеттенгенімен оны іске асыруға оның науқастығы немесе ажалы тағы да басқа кедергілер бөгет болса, ол адам сол ісін атқара алмаса да, ізгі ниет үшін сол сауапқа ие болады. Алла тағала қиямет күні жазушы періштелеріне пәленше деген құлымның амал дәптеріне мынаны жаз деп бұйырады. Періштелер: уа Раббымыз, бұл пендеңнің ондай бір нәрсесін жазбадық, дәптерімізде ондай нәрсе жоқ дейді. Сонда Алла тағала: құлым мұны істеуді ниетіне алған ет деп жауап береді. Имам Даруқудни. Имам Әл-Байдауи: әрбір іс ниетсіз дұрыс болмайды. Өйткені амалға аспаған ниетке сауап жазылады, ал ниетсіз істелген іс босқа кетеді. Жан тәнге қандай керек болса, ниет те амалға сондай қажет. Тән жансыз өмір сүре алмаса, жан да дәл сондай. Жан бұл дүниеде тәнсіз көрініс таба алмайды деген. Сол секілді күнделікті тамақ ішу, ұйықтау, тағы да басқа іс-әрекеттердің орындалуында сауап та, күнә да жоқ. Бірақ бұл іс-әрекеттерді жасаған кезде сүннет ниетімен жасайтын болса, сауап алады. Мысалы, адам киім киер кезде
пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын оң жағынан киетін болған. Мен де осылай киемін деп ниетпен орындаса, яки пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын оң жағы мен құбылаға қарап ұйықтаған, мен де солай істеймін деген ниетпен жасаса, сауап алады. Мұхтар Әуезов қайыстың болмасын өнуіне 3 шарт бар. Ең әуелі ниет керек, одан соң күш керек, одан соң тәртіп керек деген. Ниеттің пайдасы бұл дүниеде де ақыретте де мол, дегенмен мынандай пайдаларын айтуға болады. Ниет құлшылықтың рухы, ниетсіз іске сауап жоқ. Ниет арқылы сауап іс күнәға, күнә іс сауапқа айналады. Пенде ниет арқылы өзі істей алмайтын мол сауапқа кенеледі. Ислам ғұламалары амалдан бұрын ниет етуді үйрен. Ниетке қарай кішкентай амал үлкен амалға, үлкен амал кішкентай амалға айналады. Пенде жақсы ниеттен танбаған сайын ізгіліктің жолында болады деген. Қорыта айтқанда жақсылықта алға шығу қадаммен емес, ниетпен болады. Ниет бұл пәни дүниеде әр ісімізге береке әкеледі, ал ақыретте сауап болып, азаптан құтылуымызға дәнекер болады. Дана халқымыз жақсы ниет жарым ырыс деген. Сол үшін біз құлшылықтарымызды шын ықыласпен, шынайы ниетпен орындап, кез келген игі іске ниет етер болсақ, Алла тағаланың разылығына жеткізіп, құлшылыққа айналары сөзсіз. Раббымыз бізді шынайы ниеттен айырмасын.